Армысыздар, қайырлы кеш. Көңіл күйлеріңіз қалайсыздар? Менің көңіл күйім оң, керемет, тамаша. Мен әр видео түсірген сайын не үшін біздің көңіл күйіміз жоғары деңгейде болу керек екен, соның бір себептерін айта кетіп отырайын. Біз өзімізді өзіміз емдеп алатындай дәрігер бола алады екенбіз. Ол үшін бәрі өзіміздің қолымызда екен. Ол үшін біз тек көңіл күйімізді көтеріп жүруіміз керек екен. Біздің ағзамызда фармацевтік завод бар екен. Ол қала сияқты клеткалар, 70 триллион клеткалар жұмыс жасайтын завод сияқты жұмыс жасап жатырады екен. Егер де біз көңіл күйімізді көтеріп жүрсек, ол клеткалар, 70 триллион клеткалар жақсы белоктар өндіреді екен. Егер де көңіл күйіміз болмай, ашуланып, ренжіп жүретін болсақ, шірік белоктар тудырады екен, сонда ауру болады екен. Сондықтан да көңіл күйімізді көтеріп, жарқырап жайнап жүретін жасампаз жанға айналайық. Енді мен өз жанартауымды оятатты осы сабақтан алып жатқан білімдеріммен